Ya мінекей мына жерде доступно деген жерде сіздерде яғни $100 тұр, иә. Қазір $100 тұр деп есептеңіздер, елестетіңіздер, иә. Міне, әлі мен позиция ашқан жоқпын, сіздер де ашқан жоқсыздар мысалға да. Енді позиция ашу үшін $1 кіру керек, яғни 1%-пен, $100-дың 1%-і $1 ғой. Жаңа видеода айтылды. Ол үшін бүйтесіздер, сумма деген жерге, мысалы қазір $1, мына жер астында стоимость деген тұр ғой, открытый лонгтың үстінде. Соны қарап отырасыздар. Мысалы, мына жерде $1, яғни $100-дың 1%-і $1-ды біз қалай есептейміз? 0,022. Мысалы да қараңыз. Енді стоимость деген жерде $1 деп шықты ғой. Ол сіздерде бұлай болмауы мүмкін, өйткені мен қазір 40, сіздер көбісіңіз 40-ші плечомен отырсыздар ғой. Бұл жерде плечоға да байланысты және жаңағы рыноктың қозғалуына да байланысты ценалар өзгеріп отырады. Может, сіздерге қазір 0,025 шығуы мүмкін, 0,030 шығуы мүмкін да. Мысалы, мен түсінікті болу үшін осылай жазып көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, стоимость дегенде $1 тұр. 1-ден 0,5 деп тұр, иә. 1,05, 1,06, 0,7 болса ештеңе етпейді. Ровно 1-мен кірудің енді қатты бір қажеттілігі жоқ, ол міндетті емес та. Самый главный 1%-тен қатты асып кетпеу керек, 1,5% болып кетпеу керек. Астында мысалы 0,95 деп тұр, шорттың стоимостьінде да, ол да дымда қалмайды. Почти $1-мен кіріп жатсыздар сіздер. Енді СНР мен сіздерге СНР цифр көрсеткен кезде, саппортқа немесе резистентқа барған кезде кіресіздер деген, иә. Точка сделканы сол уақытта ашасыздар. Бағаның саппортқа барғанын күтесіздер, немесе резистентке барғанын күтесіздер. Сол үшін біз СНРді сызып алуымыз керек, алдын ала сделкаға кірмей тұрып. Енді қараңыз, міне сделкаға кірдік, мысалы да қараңыз, 0,022 менде $1 көрсетіп тұр. Открытый лонг, открытый шорт, екеуін бір уақытта желательно тезірек кіріп кетуге тырысыңыздар. Араларында жаңағыдай $1, $2 ойнап қалмау керек. Екеуі бір жерден кіру керек қой, былайша айтқан кезде. Сол кезде мына жерде көбісіңіз айтып жатсыздар да, ана жерде сделкаға кіріп кеткеннен кейін видео көрсетілген деп. Ол разница жоқ. Сделкаға кіріп кеткеннен кейін де мына арада қазір осылай кіріп көрсеткенде де астында мына жерде екі позиция шығып тұрады, лонг, шорт. Ал ол видеода уже ашық қойған, бірақ қанша проценттен ашу керектігінің барлығы айтылды. Уже ары қарай видеода кейбір детальдер айтылды. Егер түсінбегендеріңіз болса, біз айтып отырамыздар, бұлай паника шығаруға керегі жоқ. Алдағы уақытта түсінбегендеріңізге осылай түсіндіріп беріп отырамыз барынша. Біз сіздерге айттық қой, 1 ай, 2 айға дейін жаңағыдай сопровождение жасаймыз. Түсінбегендеріңізді жаңағыдай барлықтарыңыз паника ұстамай, әлі ешкім сделкаға кіріп кеткен жоқ, сіздердің араларыңызда ешкім минусқа кетіп жатқан жоқ. Сол себепті білмеген түсінбеген жерлерін сұрап алсаңыздар болады. Негізі сол үшін де айтылды, видеоны қайта-қайта қараңыздар. Енді бұл шамалы офлайнға қарағанда онлайн болғаннан кейін, енді қастарыңызда біз отырмағаннан кейін бетпе-бет сұрай алмайсыздар. Яғни біз сіздер сияқты қастарыңызда отырып істей алмаймыз, сол себепті шамалы қиындау болуы мүмкін. Бірақ оған да түсіністікпен қараңыздар. Онлайнның енді бір минусы сол офлайнға қарағанда. Енді барлықтарыңызға именно сделкаға кіру сәті осы жер түсінікті деп ойлаймын. Так, енді қараңыздар, иә. Мінекей. Сделка Так, енді қараңыздар, иә. Мінекей. Сделка аштыңыздар сіздер, $100 мен сделка аштыңыздар, яғни $1 екі позицияға да открытый лонг, открытый шортпен сделка аштыңыздар. Енді қараңыздар. Енді мына трейдинг графигі бар ғой. Содан, мысалы, мен мына жерде уже шығарып қойдым. Міне лонгтың несі тұр, и шорттың жаңағыдай белгісі тұр. Қараңыз, иә. Оны қалай шығарамыз? Оны мына жердегі горизонтальный линияға басамыз да, бүйтіп басып, цветін өзгерте аласыздар былай. Қызылға өздеріңіз білесіздер. Осылай бірінші шығарып аласыздар. Иә, мінекей шығарып алдыңыздар, екі жерге, любой жерге қойыңыздар. Одан кейін қараңыздар, иә. Міне, біз сделкаға кірдік, қай жерде кірдік? Мен сізге былай көрсетейін. Мына жерде саппортта, мына жерде кірдік деп есептейік. Қараңыз, иә, осы жерде кірдік. Міне, 4218-де кірдік сделкаға біз. Енді бүйтіп жазасыздар мынаға. Мына шорттың үсті, лонгтың үсті тұр ғой, міне. Осыны бүйтіп екі рет басасыздар. Координат деген жерге 4218 жазыңыздар, мысалы, міне. 4218, қасында жаңағы несі болып бір цифрлар болды. 12 дей салайық, кірген жеріміз. Қараңыз, енді окейді басасыздар, мінекей, дәл осы жерге алып келді. 4218. Шортты да сол жерге екеуін бір уақытта кірдіңіз ғой, бір жерге. Шортты да дәл солай жазасыздар. 4218, 12, немесе 13, 14 болып кетуі мүмкін да, бір ойнап шамалы. Бүйтейік, 4218, 14 дей салайық, мысалы да. Қараңыз, біткен кезде ТВ-ға жылжыды ма? Жылжыды. Екеуі бір жерге келді, иә. Енді қараңыз, сделка аштыңыздар. Арада бір 3 сағат, 4 сағат өтті дейік. Осы жерде аштыңыздар ғой сіз. Енді міне қараңыз, мына жерде уровень тұр, мен сызып қойдым. СНР. Қараңыз, соны тиісе алмай жатыр дәл қазір. Міне, мына жерде уровень тұр, соны тиісе алмай жатыр. Мына жерде 3 сағат 25 минут бар әлі.
где-то біз бұл жерден бір 2-3 сағат күтіп, мұнараға дейін 2-3 сағат күттік дегеннің өзінде, мысалы, мынаны тиісе алмай жатыр деп есептейік. Қараңыз енді. Осының тескенін біз күтеміз. Ешқандай усреднение жасамаймыз. Осыны тисе ме, мысалы, қараңыз, мына жерде 1 сағат қалды ма, мынаның бір свечаның бітуіне, немесе 1,5 сағат қалды ма, соны күтеміз. Ол қазір 1,5 сағатта мынаны тиісіп өтуі мүмкін, немесе тиісе алмай кейін қарай құлауы мүмкін. Откат бір, разворот алып кейін қарай құлауы мүмкін. Біз соны күтеміз. Егер тесіп кеткен жағдайда, свеча, например, мұнараға дейін кетіп қалды, тесті, денесімен полный мына резистентті тесті. Ондай жағдайда біз уже тесіп кеткеннен кейін қайттан жоғары баратыр ғой, соны білуіміз керек. Біз жоғары жағынан не істейміз? СНР сызып аламыз, яғни резист тауып аламыз. Мынаны тесіп кетсе, мынаған қарай барады деген сөз да. Оны былай сызып қоямыз, белгілеп. Енді қараңыздар. Мына жерге біз бір PX-пен қоямыз. Осылай енді зонасын сызып аламыз да, қараңыз. Прямоугольникпен мына бір линия неден алайық. Бүйтіп сызып алдық. Жоғары жағына резист тауып алдық. Мынаны тесіп баратыр деп ойлаймыз. Енді мұнараға дейін барады. Жоғары жағына баға кете бермейді ғой. Ол мынаған барып, мынаны тиісе алмай кейін қарай қайтқан кезде, кейін қарай қайтады. Мен қазір 4 сағаттықпен жасап отырмын. 1 сағаттықпен жасасаңыз да болады, немесе 4 сағаттықпен жасап, 1 сағаттықпен қарап отырсаңыз болады. 1 сағатта может ол кейін қарай қайтып жатуы мүмкін. Бүйтіп қарасаңыздар, 1 сағатпен кейін қарай қайтып жатуы мүмкін. Сол кезде кейін қарай қайтып жатқанын көрсеңіздер, бағанағы айтылған усреднение жасасаңыздар болады. Бірінші усреднение, яғни бірінші оқ сіздерде көбінесе ең жаңағы неге атылады? Қатты секірет, былайша айтқан кезде. Сіздерде усредниеге 5-6 оқ болады максимум. 6-шы оқ самый ол опасный оқтың бірі болып саналады. Неге? Өйткені сіз ең соңғы оқты ататын кезде ликвидацияңыз жақын болуы мүмкін. Сол себепті желательно 2 рет немесе 3 рет усреднение жасап, позицияларыңызды жауып алуға тырысыңыздар. Ол үшін неке, осы күні бағамнан тиісе алмай қайтып келе жатыр ғой. Осылай мынаны тиісе алмай мынадан өтіп кетті, например, жоғарысын тиісе алмай осылай кейін қарай қайтып жатса, мына свеча ұқсап қайтып жатса, сіз, яғни сіздің шортыңыз, то есть лонг плюс тұр ғой сізде, шортқа усреднение жасайсыз. Яғни 1%пен, сіз 1%пен кірдіңіз, қараңыз, $100 1%, $1 ғой. Сол $1 шортқа қайттан сол $1 құясыздар. Жерде біздің шортымыз неқталып қойыпты, неке, қазір көрсетейін. Так, мынаны қарап алайын. Так, қараңыз. 4384-тен баға қайтып жатыр. Примерно біз қазір мысалы 1% усреднение жасап 1% шортқа құйған кезде баға мұнарада жүрсе, сіздің ТВХ-ңыз мұнараға дейін жылжиды примерно. Бұл 4311 деп алайық, 4311. 4311 деген мынаған жазамыз. Міне 4311-ді координатқа жазамыз. 4311 02 деп қояйық мысалы. Сіздің ТВХ-ңыз сол кезде мұнараға жылжиды. Көрдіңіз ғой? Осы жерге жылжиды. И мына жерден сіздің СНР-нені тиісе алмай зонаны бүйтіп қайтып атып, мынаған кіріп, мына астында тұр ғой осы күні. Осыған дейін құласа, уже сізде шортта, лонгта плюсы тұр деген сөз. Усреднение деген қай позиция минуста, соған 1% жасап құйып отырасыз. Сол кезде ол автоматически саны жылжиды, цифры өзгереді. Сол өзгерген цифрды, яғни ТВХ-ның цифрын сіздер лонгқа немесе шортқа қай позицияны усреднение жасадыңыздар, соған осылай координатын жазып отырсаңыздар, мінекей көз алдарыңызда осылай тұрады. Сіздерде дәл осылай болу керек қой, жалпы график осындай болу керек. Қараңыздар, сіздер шортты жылжыттыңыздар, и баға мынаны тиісе алмай кейін қарай қайтты. Міне көрдіңіз ғой, шорттың астында тұр цена маркировка. Сізде данный момент осы күні шортта, лонгта плюсте тұрады. Сол кезде закрыть все позиции деп жауып тастайсыз.